Кайырлы күн. Сіздерге уже мына шаш алатын машинка бұл. Мозер. Мынау Алматыдағы Никол деген магазиннен алдым. Каспий арқылы мынау официальный дилеріміз дейді. Қазақстандағы. Мынау енді Мозер 14.00 деген шаш алатын машинка. Мындай несі бар мына жерде. Мынау оригинал немен жабылып тұрады екен. Ашып көрейік. Негізі танымал марка. Дубликаттарда көп. Турецкий, Қытай жасалған, Турция жасаған. Мынау Германия. Негізі оригиналда өз Германия жасалған. Коробкасы бар мынандай болады. Осындай болады екен дейді. Недегі ашсаңыз ішінде міне кітапшасы, машинканың өзі мынандай мына жерде міне дейін Германия деген тұр. Мына жерде міне тағы производствосы күні бар жылда міне 10-21 жылы шыққан. Салмағы бар. Үстінде мынандай екі несі бар. Оригиналдарда осылай болады дейді. Осы мынасы кішкене тік емес, чуть-чуть ағын. Насадкасы бар. Мына жерде міне айтып отырады. Жылжытып отырмын. 4-те тұр қазір. 13-18-ге дейін болады. Кітапшасы. Мынандай кітапшасы бар. Ішінде міне майы, мынау тағы насадкасы, мына жерде щеткасы міне. Мынау просто несі. Осындай Мозер машинкасы. Мына жерде міне профессионал деген жазуы бар. Шаш алып көрген жоқпын. Бірақ салмақ бар, жақсы алу керек деп ойлаймын. Сонан негізі өз заводской настройкада тұрады екен. Астыңғы тіс пен үстіңгі жүгірмелі тіс екеуі. Міне мынандай. Үстіңгі жүгірмелі тіс сәл кішкене артқа қарай тұру керек. Сонда дұрыс шаш алады екен. Мынасы регулировкасы. Тісті нететін қосады. Шаш алар кезде майлап жіберу керек екен. Майы бар өзінде. Көреміз. Оригинал сияқты. Дубликаттар өте көп екен. Оригинал сатамыз деп нетті. Адамдар да жазыпты осылар. Осы Николда оригинал болады деп. Алсаңыздар болатын шығар.